Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар дейді. Бірінші шартты өлеңді мәнерлеп оқы дейді. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам ататай, ойнақтайды ботатай. Әжем әжетай, шүпірлейді шөжетай дейді. Шүпірлейді деген бір жерде көп болып жиналу деген сөз екен, иә? Қайтадан оқып шығамыз, балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені. Атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам ататай, ойнақтайды ботатай. Әжем әжетай, шүпірлейді шөжетай дейді балалар. Келесі өлеңді кімдер туралы айтылған дейді. Ата, әже, бота сөздерін дауысты дыбыстарды атаулар жуан немесе жіңішке екен айт дейді. Балалар қараңыздар. Ата, әже, бота. Атада жуан дауысты дыбыстар екен. Қараңыздар. Бұл жерде ә. Бұл жерде жіңішке бота болып тұр. Бұл жерде де жуан дауысты дыбыс екен. Қараңыздар. Көркем жазу сөздерді дауысты дыбыстар жуан ба жіңішке ма дейді. Аталар сөзі ақылдың көзі дейді. Аталар сөз дегенде бұл жерде жуан болып тұр. Берілген әріптерден бірнеше сөздер жаса дейді. Қараңыздар. Тор, жол, қол, содан кейін тоқ, жоқ, содан кейін не деп жасалып? Соқ, не деп жасау болады? Ол деген сөз шығады екен, от шығады екен, оқ шығады екен, ор шығады екен. Келесі ет, ел, тер, содан кейін не шығады екен? Бел деген сөз шығады екен. Содан кейін не шығады екен? Бер деген сөз шығады екен. Өйстіп сөз құрай берсеңіз болады. Сөздерді дауысты дыбыстар жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Қараңыздар. Жол. О қандай дедік бағана? О қандай дедік? Жол. Жол деген кезде мына жерде отыр. Жуан дауысты дыбыс екен, не? Е болса, мына жерде е. Жіңішке болады, е? Мына бел деген жіңішке. Өйстіп сөз құрай бересіздер. Балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Өйстіп сөйлем құрап жаза беріңіздер, оқи беріңіздер. Тіркеліп кетпеңіздер.